Ал енді мынау деген расында да нәжас. Мынау расында да боқсыдық. Бұның мен сізге боқсыдық екенін айтып берейін қазір. Мынау этиловый спирт дегеннің это С2H5OH деген этиловый спирт химический структурасы. Мынау есть дрожжевые бактерия деген бар. Мынау обычный мынау виноградқа дрожжевой бактерияны салып жүретін болсаң, сол дрожжевой бактерия сладкая кәлдер жей бастайды, сартылдатып. Әлгіні жейді да мочить кіші дәретін сындыра береді. Сие береді, ша береді деген сияқты. Моча дрожжевых бактерий. Эта моча называется по химической структуре С2H5OH, этиловый спирт. Дрожжевой бактерияның. Көрдіңіз бе? Ол нәжас емес пе? Нәжас. Ал енді ана вино дегенің бар түрі мен мысалы көп әңгіме айтар едім, менде өмекең түрі кім болар? Әлгі шампанскийің әлгі мына кімдердің кәдімгі кіші дәретімен ана кім әлгі паноспен ана газы әлгі осырығы. Ана кімді виноның ішіне салып, осы дрожжевой грибті жегізіп, 2 жыл кормить етеді, алып келеді, ана кімді прожектормен ұрып кеп жүрген кезде, жақпын қорыққанның бактериялар басында шықақтайды, сосын өледі. Өзінің кімінде кім етіп. Газы, сосын осырады, боздық жібереді. Сол әлгі шампанский деген біз өтіп атқан. Нәжас, міне, нәжас дегеніңіз осы. Чистый, химический доказательство сосы болса, мен қазақ біздің тілге аударған нәжас деген. Нәжас дегенің нечистоты, ол үлкен кіші дәрет. Сонда ол кіші жануарлардың біз үшін жейтін, ана көзге кішірек көрінетін кіші жануарлардың, дрожждардың, дрожжевой гриб бактериялардың үлкен кіші дәреті. Біз соны бүгінгі таңда ішіп атқан пәлекет. Ал енді бұның ең страшный мәселесі бұл мына не істейді? Бұл адамның қанының құрамында эритроцит дегендер бар. Эритроциттің құрамында гемоглобин деген бар. Гемоглобин деген кислород соединять етеді, каждый клеткаға ауа апарады, воздух апарады. Сол арқылы кислород арқылы организм жұмыс істейді, клеткалар дышать етеді, жұмыс жүргізеді. Сондықтан сол эритроциттің сыртында слабый отрицательный заряд болады. Мына эритроцит, мына этиловый спирттің бір способності слабый отрицательный заряд алып тастайды. Сол кезде ана отрицательный слабый зарядтың арқасында эритроциттер бір зарядтылар бір-бірін тебеді ғой. Әртүрлі зарядтар бір-бірін тартады. Ана сыртындағы отрицательный заряд алынып тастағанда эритроциттер клеивать етеді. Склейка эритроцитов происходит. Бір-бірімен склеивать етіп қалады. Сондықтан бұлар енді обычно жүре береді. Крупный магистральный венный сосуды без проблем жүре береді. Именно мәселе мына мелкие микрокапиллярларда. Микрокапилляр деген не нәрсе? Мынау головной мозгта 15 миллиард нервный клеткалар бар. Оның каждый нервный клеткаға бір капилляр келеді, микрокапилляр келеді. Сол микрокапилляр деген мынау міне нервный клетка болса, міне жерде мына микрокапилляр. Әлгіде кімдер эритроциттер міне бұлай тура кіранмайды, бір-бірден в ряд только келеді бұлай. Ал егер бұл склейка болып бүйтіп жабысып қалған болатын болса, ол мына жерге бір эритроцит келеді, закупорит етіп барға кіргізбей тастайды. Сол кезде не болады? Мына гипоксия болады, начале ауа жетпейді, одан кейін не істейді? Некроз, өледі мына нервный клетка. Сөйтіп бұғында арақ ішкен кезде пиво ішесіз бе, арақ ішесіз, оның бәрінде құрамында этиловый спирт, нервный клеткалар өледі головной мозгта. Олар өліп қана қоймайды, не істейді? Кроме того, 36-37 градус температура черептің астында ол сасиды. Сасыған кезде адамның басы ауырады, нервный болады, шаршайды. Кешегі арақ ішкен адам бүгін қаншама нервный клеткасын өлтіреді. Организмде өлген клеткалар басты ауыртып атқасын, организм құтылу керек, не істейді? Организмдегі барлық жидкостьті черептің ішіне кіргізеді. Сосын ана промывать етіп жуады, организм су кетіп қалған соң сушняк болады, тірі келеді, тіл салақтап басы ауырып әлек шығады. Сосын мынаның бәрін жуады да через мочеполовой пути әлгіні кіші дәретпен сыйып тастайды. Кто сегодня вчера пил водку дейді, или пиво, утром он мочится собственными мозгами дейді. Жданов деген бір ученый бар, жақсы дос болып қалдық. Ол тек қана Жданов медицинский ученый, мен дәрігермін ғой, сіздерге айтып отырған. Бұл этиловый спирт обладает протоплазматический яд деп 300 жыл назад врачтар заключение берген медицина. Ол бізде бар нәрсе. Бұның эритроцит әлгі кімді қанды сүзбішет ететінде белгілі нәрсе. Міне көрдіңіз бе? Нервный клеткалар головной мозгтың өліп қалды. Не болды енді? Міне өзіңіз ойлай беріңіздер. Сондықтан біздің әлгі адамның организмінде денсаулығы, бытықышы айта берсе бұл жерде көп мәселе бар. Бұл страшный нәрсе, арақ деген. Яд, протоплазматический яд. Оны бүгінгі таңда ішуіміз, ішу деген ол не нәрсе вообще? Ол не қылған ол дрожжевой бактерияның боқсыдығы. Моча дрожжевой бактерии. Оны ішсең ол біз үшін, біздің организмнің яд, отрава, протоплазматический яд. Ал енді пиво деген мәселесінде кішкене айтсақ, пивоның құрамында хмель деген бар. Хмель деген шөп, хмельдің құрамында фитоэстроген деген бар.
Фитоэстроген деген женский гормон. Просто мен кажется, көп әңгіме айтар едім, мен мына жерде ақсап тұрған жағдай, мына фитоэстроген деген женский гормон. Женский гормон дегеніңіз ол не нәрсе? Мына бүгін сіз пиваны ішкен сайын, мысалы мынау ұл бала, қыз бала дейді, определенный возрастта. Половозрелый возрастқа келген кезде ер балада тестостерон деген гормон, қыз балада әлгі прогестерон деген женский гормон пайда болады. Ана еркектің гормоны пайда болған, оның мұрт тебінде еркек болып дауысы гүрілдей бастайды баланың, қыз баланың иығы кішірейіп, бөксесі кеңейіп, қыз болып нежный бола бастайды. Вот міне оның белгісі, гормон пайда болады. Әлгі месячный цикл пайда болады, әйел бола бастайды. Көрдіңіз бе? Осындай қасиеттер бол, гормон. Ал сол женский гормонды іше берген, әлгі пиваны іше берген адам кәдімгі женский гормонды іше беріп, не істейді? Со временем мужской гормонды женский гормон преобладать етеді. Сол кезде ол еркекті не істейді? Әлгі импотенция деген болады. Сондықтан міне бүгінгі таңда пиваны әлгі ана кімде ана Афинада олимпиада болған кезде пивной барондар финансировать етті ғой. Сол кезде пиваның қасында виаграсын рекламировать етті. Неге? Виагра деген половой возбудитель. Почему? Потому что ол как раз таки организмге еркекті қасиеттен айырады. Әйел баласы не істейді? Оның организм женский гормон итагес, ол увеличивать етеді, оның половой потребності күшейіп кетеді. Сондықтан кімде сайын көшесінде қыздарымыз бір қолында бөтелке, бір қолында шылым, пивасымен ішіп отырып, бір күнде бір адам, екі адаммен жыныстық қатынасқан адам жеркенеді. А ол бір күнде 7-8-10 шақты адаммен жыныстық қатынаста бола береді. Неге? Потому что ол потребность күшейіп кетеді. Мынау Москвада бір эксперимент болған, сол эксперимент айтып бітірейін, енді жігіттер тосып тұр ғой. Мына кімді кристерге эксперимент жасаған ғой. Соларға су, пива қойған. Пиваны ішіп, кристер пива үйреніп алған, су ішпейтін болған. Бір кезде біраз уақыт өткөзін, еркек кристер пиваға тойып алады, бірақ атаны домалап нежный болып жата береді екен. Ақырын до такой степени нежный жұмсақ, пиваға тойып алады, жатады. Ұрғашылардың бір кезде көздері қызарып, тістері шақылдап, осылай былай жігерленіп күшейіп, ақырайған до такой степени пигіне жеткен кезде ұрғашы кристерден істеген еркек кристер быт-шыт қып қан жосағып жеп, жылып тастаған жоқ қылма. Аллар шош не оқып қалды деп, енді экспериментаторда ішін жарып, ашып вскрытие жасаса, матка увеличенный, отечный, внутриполын, слизи, страшный потребность болған ұрғашыларда, көрдіңіз бе? Сондықтан рекламалардың өзінде қарап отырсаң, кейде таң қалам келе жатып, Алматыда бүйтіп келе жатса мына кімді? Бір еркектің үстіне бір әйел мініп алып, охота, сильная охота деп бір реклама жасап қойды. Қарашыңызға қарап отырсыз. Қандай өзі біліп тұр ғой не істеп тұрған. Ананың қасына виаграны рекламировать етіп отыр. Міне женский гормон деген пәлекет. Қарасаңыз сплошной вред. Алла тағала болмайды деген нәрсе расында да болмайды. Сондықтан бұны біз расында таратуымыз керек, ұрпақты құтқаруымыз керек.